Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен трюфельный торт дайындаймыз. Өте дәмді шоколадный торт. Мен осылай сыртын ютубқа ұқсатып сәндедім. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып барнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бисквитін дайындауға кірісеміз. Какаоға ыстық қайнаған су құйып араластырамыз. 5 жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Сары-уызға құмшекер қосып қоямыз, ал ақ-уызға құмшекерді миксерлеп отырып қосамыз. Ақ-уызды миксерлегенде бірден миксердің жылдамдығын ең жоғарғысына қоямыз. Ақ-уызды миксерлеген ыдыс құрғақ және таза болуы тиіс. Ақ-уызды осылай формасын ұстап төңкергенде ақпайтындай болғанға шейін миксерлеу керек. Енді сары-уызды 2 есе көтеріліп, аппақ болғанша миксерлейміз. Осылай айғарады. Енді үстіне пісте майды қосып, тағы да араластырамыз. Какаоға су қосып, осылай алдын ала дайындап қойған какаомызды қосып, тағы да миксерлейміз. Енді осы массамызды ақ-уызға 2-3 бөлікке бөліп қосып отырып, төменнен жоғары қарай араластырып отырамыз. Ұн разрыхлитель соданы бөлек ыдыста араластырамыз және массамызға 2 бөлікке бөліп қосып, төменнен жоғары қарай миксерлейміз. Барлық құрам мөлшерін описанияға қалдыратын боламын. Қамырымыз дайын, осындай қоюлықта болады. Котелдің астына фольга қойып, қамырды 180 градуста қызып тұрған пеште пісіреміз. Егер пештеріңіз әсел пеш болатын болса, 170 градуста пісірген дұрыс. Енді сливкиді кішкене ысытып, үстіне шоколад құйып араластырамыз. Осылай біркелкі болғанша араластырып, етін пищевой блендермен жауып, кем дегенде холодильникке 3 сағатқа қойып қоямыз. Мен бисквитті піскен соң осылай 4 бұрышты етіп, 4 бөлікке бөліп қойдым. Осылай өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Енді жаңағы шоколадты массамызға сливка мен творожный сыр қосып, крем болғанша миксерлейміз. Осындай қою крем дайын болады.
Енді тортымызды видеодағыдай жинап шығамыз. Тортты дәл осылай 4 бұрышты ету міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Осылай тортты тегістеп, холодильникке сала тұрамыз. Оған дейін крем дайындап қойған болатын. Мен сыртын ютубқа ұқсатып сәндейтін боламын, сондықтан сыртына тағы крем дайындадым. Сіздер тортты жаңағы шоколадный креммен әсемдеп қойсаңыздар болады. Осылай кремге қызыл краситель қосып, сыртын сәндеймін. Кішкене крем қалдырып, осылай ортасына 3 бұрышты етіп жақтым. Осымен трюфельный торт дайын болды. Видеодан да керемет болып шықты. Сіздер де жасап, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Видеомды лайк басып, арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.